Сәлем, бүгін біз сіздерге таң қалдырған атты комедиялық, фантастикалық фильмді талқылаймыз. Эллиот Ричардс бейбақ, үнемі адамдардың айтқанын істейтін бейшара адам. Ол адамдармен тіл табыса алмайды және ешкім, әсіресе әріптестері байыппен қабылдамайды. Эллиот мұны біледі, бірақ әріптестеріне деген үмітпен өзінің жылы мінез арқылы сақтауын үміттенеді. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Олардың ешқайсысы Эллиотпен араласқысы келмейді. Сол түні оны шақырмаған әріптестері келген барға барады. Олар одан жасыруға тырысады, бірақ ол олардың дөрекі мінез құлқын елемейді және оларға қосылып, олардың мінездеріне тиеді. Дәл осы кезде оның тағы бір әріптесі Эллисон кіріп келеді. Эллиот топты таң қалдырып, оның ұнататын және ұнатпайтынын айтады. Сондықтан олар онымен сөйлесуге итермелейді. Эллиот өзін Эллисонмен таныстырып, олардың 4 жыл бойы бірге жұмыс істеп жатқанын айтады. Алайда ол оны танымай, тым ыңғайсыз бола бастағаннан кейін кетіп қалады. Эллиот оған ие болу үшін бәрін жасайтынын айтады. Дәл осы кезде снукер добы оған қарай домалап келеді. Ол оны алған кезде оған қызыл көйлек киген әйел қоңырау шалады. Ол оның тілегін естігенін, содан кейін барлық доптарды бірден соққанын айтады. Содан кейін ол оны сыртқа алып шығып, онымен бірге түн өткізеді. Эллиот қобалжып тұр да, қорқып тұр. Әсіресе оның үлкен катаклизмдік күштері бар екенін айтқан кезінде үрейі үдейе түседі. Оның үстіне ол шайтан екенін айтады. Эллиот оған сенбей кетіп қалады. Бірақ ол оны басқа көйлек киіп алғанын көріп шошып кетеді. Шайтан отты алкогольді көлікке латықтырып, содан кейін оған өзінің ең қараңғы сәттерін көрсетеді. Ол жалғыздықта қаңырап бос тұрған пәтер, ешкімге керек емес және күн сайын ұйықтар алдында жылайтынын көрсетеді. Ол тілек айтуға шақырады. Сонымен Эллиот мысқылмен Биг Мак пен үлкен сусын тілейді. Ібіліс тілекті орындайды. Оны Макдоналдсқа апарады да оны төлеуге мәжбүрлейді. Эллиот ашулана бастағанда ол оған спорттық көлігін отырғызады. Ол оны жұмыстан тыс клубқа апарады. Бұл жерде оны көргенде бәрі қуанып тұрады. Олар Эллиоттың суреттерін алу үшін бір-бірін итермелейді. Ішінде барлық әйелдер оны қалап отыр екен. Ол оны кеңсесіне апарады. Сонда ол оған өзінің қызыл еркек нұсқасын көрсетеді. Эллиот Құдай туралы сұрағанда ол ашуланады. Өйткені бәрі әрқашан ол туралы білгісі келетінін айтады. Ол оны тез арада келісімге алады. Ол оған 7 тілек айтады және ол соңында жанын оған тапсырады. Эллиот бұл туралы күмәнданады, бірақ шайтан оған Эллисонның бір көрінісін онымен бірге болып жатқанын көрсетеді. Осыған уәж берген ол шартты дұрыс оқымай қол қояды. Содан кейін шайтан оған бірдеңе дұрыс болмаса, 666 түймесін түртуді бұйырады. Эллиот Эллисонға бай, күшті және көңілді болуды қалайды. Содан кейін ол Эллисонның жанындағы төсекте оянып, үнсіз өз ішінен тойлайды. Ол төменге түсіп, испан тілінде сөйлей алатынын түсінеді. Ол бұған да өте қуанышты. Дәл осы кезде ол Эллисонды өзінің ағылшын тілі мұғалімі Роамен бірге көреді. Олар физикалық жағынан бір-біріне тым жақын екенін көреді. Эллиот мұртымен ашуын жұлып алады. Қол астындағылар оған бұл істің біраз уақыттан бері жалғасып жатқанын айтады. Сонымен Эллиот барып Эллисонға айғайлайды. Ол оған айқайлап, оны жек көретінін және оны жиіркенішті деп санайтынын айтады. Содан кейін ол оған заттарды лақтыра бастайды. Ол ештеңе істей алмас бұрын, оның адамдары зауытта қиындық бар деп телефон соғады. Өзінің жеке әскері бар екенін көріп қорқады. Зауытта ол өз өнімін көріп, Колумбияның есірткі бароны екенін түсінеді. Дәл осы кезде Роу келіп, бәрін басып алады. Тіпті оның адамдары да жағын өзгертеді. Барлығы оны өлтірмекші болады, ал ол тікұшақпен қашып кетеді. Ол шайтанның пейджерін іздеген кезде оны тастайды. Сөйтіп оның артынан секіріп барып 666 нөмірін тереді. Ол Америкаға көлікпен қонады. Ол жерде шайтан тұраққа билет беріп жатыр. Ол Эллиот ешқашан Эллисоннан оны жақсы көруін сұрамағанын айтады. Олар Эллисонның қандай адам қалайтынын білмейтіндіктен, ол оны бөлмесіне апаруды ұсынады. Кетпес бұрын ол бағдаршамның сымдарын ауыстырып, барлық көліктерді соқтырады. Эллисонның бөлмесінде Эллисон душтан шыққан кезде, шайтан Эллисонның журналын оқиды. Ібілістің сиқырының арқасында Эллисон олардың ешқайсысын көреде, сезеде алмайды. Ібіліс Эллисонның сезімтал және эмоционалды еркектерді ұнататынын оқиды. Ол тіпті таңқаларлық таңдауға көзін жұмып қарайды. Сонымен Эллиот ең эмоционалды адам болғысы келеді және Эллисон оны жақсы көргісі келеді. Олар жағажайда. Күн енді ғана батып бара жатыр, бәрі романтикалық түрде. Олар енді жақынырақ болай деп жатқанда, шайтан олардың мазасын алады. Эллиот эмоционалды бола бастайды. Барлығы туралы, дельфиндерден және Эллисонның шашынан бастап қайтадан күн батқанға дейін. Ол оған бірдеңе айтқысы келеді, ал ол көз жасымен оның сөзін тоқтатады. Дәл осы кезде олардың қасына 3 спортшы келіп құм шашады. Эллиот үреймен олардың кетуін сұрайды. Сонымен ер адамдар Эллисонды фургонында сыра ішуге шақырады. Эллисон олармен бірге қуана кетіп, Эллиотқа оның өте сезімтал екенін және бұл оны өте тітіркендіретінін айтады. Ол тек күшті, қатал жігітті болғанын қалайды. Сонымен Эллиот 666-ны басып, көзіне жас алып, күн батқанда дейін жылайды. Эллиот шайтанға айғайлайды. Оның орнына ол ренжіп, оның күш-жігерін ешкім бағаламайтынын айтады. Ол оны жұбатып, олар татуласады. Эллиот келесі тілегін айтады. Ол кәсіпқой үлкен спортшы және керемет баскетболшы болғысы келетінін тілейді.
Ол баскетбол алаңына келеді. Ол бүкіл ойында үстемдік етеді. Оның үстіне оның бойы 7 футтан асатын денелі болып шығады. Тіпті шайтан да оны қолдап жатыр. Сұхбат бергенде ол қарапайым сөздермен сөйлейді және сұхбат берушінің сұрағанының көпшілігін түсінбейді. Бұл оның өте ақылды емес екенін көрсетеді. Кейінірек киім ауыстыратын бөлмеде Эллисон оған эксклюзивті сұхбат беруді сұрайды. Оның оны қатты жақсы көретінін айтады. Эллиот оны өз орнына шақырады. Эллисон оны қабылдайды. Ол орамалын қайта реттеп жатқанда, екеуі оның махаббат таяқшасын көреді. Бұл кішкентай екен. Эллисон тез арада бір жерге бару туралы сылтау ойлап тауып кетіп қалады. Эллиот ашуланып пейджерді шығарады. Оның мылқау болғаны сонша, тіпті 666-ны жазуға тура келеді. Ол ауруханаға келеді. Онда шайтан науқастарға дәрі-дәрмектің орнына тәттілер беріп жатыр екен. Ол ақылды, сымбатты және барлығының сүйікті болуын сұрайды. Оның үстіне ол элиталық кешке келеді. Онда барлығы оның романдарының тереңдігі мен талғампаздығын бағалайды. Оның кітаптарынан әсер алған Эллисон оған келеді. Олар бір-бірімен жақсы сөйлесіп тұрады. Сосын оны өз орнына апарады. Бірақ оны күйеуі күтіп тұрғаны таң қалды. Эллиот гомосексуал екен деп ойлап қалады. Бұл оның дұрыс емес екенін дәлелдеу үшін Эллисонды сүйеді. Ешқандай сезім болмаған соң, шайтанның тағы да онымен ойнағанын түсінеді. Сонымен ол 666-на қайтадан басып, бұл жолы барлығына бірдеңе жасағысы келеді. Ол Америка құрама штаттарының президенті болуды сұрайды. Ібліс оның тілегін орындап, оны Авраам Линкольн қылып етеді. Оның өлтірілген күні еді. Ол кетуге тырысады, бірақ айналасындағылар оған рұқсат бермейді. Эллиот өлтірілгелі тұрғанда, ол 666 пернесін басады. Ол өз компаниясына қайтып келеді. Сонда оның компьютер экранына шайтан шығады. Оның айтуынша, қазір оның бір ғана тілегі бар, өйткені оның Марк пен Коласы бірінші тілегі дейді. Эллиот шайтанның қулығына ашуланып, шіркеуге барады. Сол жерде Эллиот діни қызметкерге Құдаймен сөйлесу керек екенін айтады. Сонымен діни қызметкер Құдайдың орнына тыңдауды ұсынады. Эллиот оған болғанның бәрін айтып береді. Діни қызметкер оған полиция шақыру арқылы жауап береді. Полиция бөлімшесінде ол оларды сендіруге тырысады, барлық болған оқиға туралы айтады, бірақ олар оған сенбейтіні анық. Олар сенудің орнына полиция шақырады. Оны торға отырғызбас бұрын, ол соңғы тілегін пайдаланып шығу керек екенін айтады. Камера ішінде тағы бір тұтқын отыр екен. Эллиот өз жанын шайтанға саттым десе, адам күлімсіреп, барлығының жаны Құдайдікі екенін айтады. Ібліс оны жұлып алмақшы болады. Ол қателеседі деп, өзінің ақыл ойы мен жүрегін ашуы керек, сонда Құдай оны қабылдайды деп сөз береді. Ол мұны айтқанына күлімсірейді. Эллиот оның кім екенін сұрағанда, ол жай ғана жақсы дос деп жауап береді. Эллиот түні бойы терең оймен өтеді. Келесі күні таңертең оны шығарған кезде ол шайтанның клубына барады. Ондағылардың бәрі қартайған екен, бірақ олар әлі тойлап жатыр. Ол шайтанның кеңсесіне барып, соңғы тілегін орындамайтынын айтады. Ібліс келісім бойынша оның уақыты бар дейді. Бірақ Эллиот бәрін тек бір тілекпен алғысы келмейді. Ол жерге жету жолын бағалауды үйренеді. Ібліс бұған көзін жұмып, ашуланады. Ол өзінің нағыз жын шайтандық түрін ашып, одан оны тілеу жасауды талап етеді немесе оны өлтіреді. Сонымен Эллиот Эллисонның бақытты өмір сүргенін тілейді. Ібліс түңіліп оны құлатады. Эллиот кәдімгі ғимаратта оянады. Ібліс оған оның жаны онымен бірге қауіпсіз екенін айтады, өйткені ол шын мәнінде риясыз және ізгі тілек келісімнен тіледі дейді. Ол мұны білмеген екен, бірақ ол келісім шартты жазылған. Ол аман қалуын қуанышпен тойлайды. Содан кейін ол шайтаннан оның неге оған соншалықты жақсы екенін сұрайды. Ібліс оған жұмақ пен тозақ жер бетінде екенін айтады. Бәрі өз орнына түседі. Ол онымен өткізген уақытын шынымен ұнатқанын және оны ұнатқанын айтады. Эллиот оның ең жақсы досы болғанын айтады. Ол өзінің компаниясына қайтып келеді. Онда ол әдетте Эллисонмен сөйлеседі. Ол оны кездесуге шақырады. Алайда Эллисонның жігіті бар екен және одан бас тартады. Эллиот та бұны түсініп және қабылдамауын қабылдайды. Оның кеңсесінде оның әріптестері оны мазақ етеді. Эллиот олардың біреуін ұстап алып, оны қорқытады. Олар қазір оған басқаша қарайды. Үйіне барса, жаңа көршісі бар екенін көреді. Ол Эллисонға ұқсайды екен. Оның аты Николь. Эллиот Никольге үйге көшуге көмектеседі. Олар көп ұзамай кездесе бастайды. Олар бірге жақсы уақыт өткізіп жатқанын көреміз. Осылай біз бейнені аяқтаймыз. Көргендеріңізге көп рахмет. Келесі бейнеде кездескенше.